Кейде бұл өмірде жалғыз қалғандай боласың. Өмірлік серігіңді еш уақытта жолықтырмайтындай сезімде боласың. Біреулерге Құдай бақыт бере салады. Енді біреулердің өмірі азапқа толы болатын емес. Бақытқа лайық екеніңді қалай дәлелдейсің? Қайтсем бар қиындықты жеңіп, махаббат сезіміне бөлінді. Бұл мүмкін бе? Әр әйел затының әйел бақытына құқы бар емес пе? Тек әркімнің оған барар жолы әрқилы. Жадыра Қалиева анасымен бірге тұрады. Оның анасы Меңдағым апа денсаулығына байланысты біраз уақыт бұрын зейнетке шыққан. Күні бойы үйден шықпай 4 қабырғада қамалып отырады. Көп жылдар бойы Жадыра анасына қарап келді. Сондықтан да жеке өміріне уақыт бөле алмады. Онсыз да жағдайы мәз емес бой жеткенді жақында жұмыстан да қысқартады. Жаңа жұмыс табамын деп тырысқан Жадыраның жолы болмайды. Бірақ оған мектептегі құрбысы Айсұлу көмекке келеді. Маман қалай? Сол бұрынғыдай ауырып жатыр. Енді не істерімді білмеймін. Не істерін білмеген несі не болды? Сол бізді жұмыстан қысқартып жіберді. Мен болсам жұмыс таба алмай жатырмын. Ал мамама болса дәрілер сатып алу керек. Осы біздің жұмыста бір орын босады. Бірақ оған адам алдым, алмадым әлі білмеймін. Сен сонда да барып көресің бе? Шын ба? Қандай жұмыс? Бухгалтердің көмекшісі. Сен сондай бұрын істемеп пе едің, білесің ғой? Иә. Ой, Айсұлу, көп рахмет, сен мені құтқардың. Жарайды, ештеңе емес. Біз подруга емеспіз бе? Мен саған қазір телефон берейін. Сен өзің хабарласып көрерсің. Жақсы. Жақсы, сау бол. Хабарласам жарайды. Рахмет саған. Мен уже жұмыс табудан үмітімді үзе бастағанмын. Қаншама фирмаларды аралап шықтым. Мамам ауырып жатыр, ал мен оған көмектесе алмаймын. Жалғыз өзіме қиын. Ағаларым немесе әпкелерім болғанда ғой. Енді амал жоқ, өзім жалғыз. Өз күшіммен бірдеңе қылармын. Бірақ мен бәрібір жасымаймын, мойымаймын. Мақсатына жетпей қоймайтын адамдар ғана жетістікке жете алады. Сәлеметсіз бе? Кіруге бола ма? Сәлеметсіз бе? Отырыңыз. Мінекей, менің резюмем. Резюмең жақсы. Тәжірибең де бар екен. Мен ондай адамдарды бағалаймын. Ал бұрынғы жұмысыңыздан не үшін шығып кеттіңіз? Қысқарту болды, сол үшін. Иә, ондайлар болып тұрады. Олар үлкен қателік жасаған секілді. Ал біздің компанияны қалай таптыңыз? Менің осында құрбым жұмыс істейді. Сол айтқан бір бос орын бар деп. Ол орын бос емес. Ол орынға енді сізді аламыз. Как раз бізге тәжірибелі қызметкерлер қажет болып тұр. Сіз өкінбейсіз. Жұмысқа бүгіннен бастап кірісе беруіңізге болады. Жақсы, рахмет. Сонымен, бірінші жұмыс күні қалай? Ұнады ма? Шынымды айтсам, мен қатты қобалжыдым. Бірақ мұндағы адамдардың барлығы жылы жүзді, ақ көңіл адамдар екен. Коллективте жаман емес, мен саған айттым ғой. Қайыржан да жақсы адам екен. Қайыржан өте сымбатты жігіт. Сіздермен отырсам болады ма? Әрине отырыңыз. Сізге қалай? Біздің фирма ұнады ма? Өте қатты ұнады, атмосферасы да өте керемет екен. Мен қуаныштымын.
Сіздердің фирмаларыңызға келгеніме қуаныштымын. Менің негізі жолым болды. О не дегеніңіз, керісінше біздің фирманың жолы болды сізде қызметші келгеніне. Мен өзімді артық адамдай сезініп қалдым олардың қасында. Не болып кетті өзі? Маған Қайыржан бұрыннан ұнайтын. Ол кез келген адам қызығатындай өте сымбатты еркек. Жадыра келмей тұрғанда, ол маған көп көңіл бөлетін. Енді Жадыра пайда болып еді, Қайыржанның бар аңсары соған ауып кетті. Сонда менің бар талпынысымның Маған компания болғандарыңа рахмет. Мен жұмыстарым бар дегендей. Сендерге сәтті күн тілеймін. Рахмет. Сізге де күн сәтті болсын. Тағы да көрсеміз. Сен не туралы айтып тұрсың? шеф туралы айтам. Басына мүлдем шығарып таста. Оны ойлап отырған мен жоқ. Көріп тұрмын ғой оның саған қалай ырбыңдап тұрған, Жадыра. Сендерден бірақ ештеңе шықпайды бәрібір. Неге? Себебі оның басы бос емес. Сондықтан да бөтен еркекке бас қатырмай қой. Басымды қатырайын деп тұрған мен де жоқ. Жадыра, Мама, қалайсың? қызым-ай, жағдайым нашар. Мен тіпті бүгін өліп қалам ба деп ойладым. О, не дегенің? Олай айтпашы, мама. Тіпті мен бар ғой, бұрғыдан да қатты ауырдым. Аяғым баспай жүре алмаймын. Жүрегім қатты ауырып отыр. Мама, жыламашы. Мен жақсы жұмыс таптым. Айлығы да жақсы. Енді мен сізге қымбат дәрілер алып бере аламын. Жақсы дәрігерге қарата аламын. Бізде бәрі жақсы болады. Тек жыламашы. Бірінші күннен бастап Жадыра жұмысқа бар ынтасымен араласады. Оның алдында еңбек еткен әйел біраз жұмыстарды аяқсыз қалдырған екен. Сондықтан да Жадыраға кеңседе кешке дейін қалуына тура келеді. Байқайым, сіз өте ынталы екенсіз. Молодец. Рахмет, алдында істеп кеткен қызметші қыз көп жұмыстарын аяқтамай кетіпті. Соны тезірек бітіріп тастайын деген ғой. Жарайды, уже кеш болды. Жүріңіз, мен сізді үйіңізге апарып тастайын. Жоқ, рахмет, мен өзім автобуспен барамын. Қайдағы автобус? Аялдамада тоңып қаласыз. Біз бұндай бағалы кадрларды тастап кете алмаймыз. Жүріңіз. Ну, жарайды, рахмет. Қазір жұмысымды аяқтап тастайсың. Мен ешқашан да бір көргеннен ғашық болады деп ойламаппын. Оказывается, біздің ортаға әңгімеміз көп екен. Бірдей фильм, бірдей кітап оқиды екенбіз. Қайыржанның өте жақсы адам екені көрініп тұр. Өзіне қатты тартады адамды. Шыны керек, Айсұлудың ол туралы айтқанын түсінбедім. Нені меңзеді екен? Мен сен танымай тұрмын прям. Гүлден кетіпсің ғой, құлпыр. Қош, саған солай көрінген шығар. Бұрын қандай болсам, қазір де сондаймын ғой. Қош, бүгін өзгешесің. Саған не болды, айтшы? Жай ештеңе, сол кешке дейін жұмыс істегем, содан кейін Қайыржан мені үйге апарып тастады. Қайыржан? Шыныңды айтшы. Сен соған ғашық болып қалған жоқсың ба? Не сұрақ қойып тұрсың? Үйге шығарып тастағанда тұрған не бар екен? Жадыра, сен шынымен де осындай аңқаусың ба? Жоқ әлде бәрін түк білмегенде әдейі істейсің ба? Айсұлу, меніңше сен барлық нәрсеге слишком серьезно қарайсың. Между прочим, Қайыржанның әйелі бар. Қалай әйелі бар? Қолында сақина жоқ қой. Вот именно. Қандай тәртіпті еркек бөтен әйелден сақинасын тағады, айтшы. Еще түн ішінде үйіне дейін шығарып салады. Өзің ойланшы. Міне жаңалық. Мен Қайыржанды үйленген деп ойламаппын. Ол өзін сондай еркін ұстайды ғой. Соған қарағанда мен еркектерді аса жақсы білмеймін ау деймін. Сыртта басқа елдермен көңіл көтергені жаман емес пе? Еще бізді алдап. Еркектік емес ол. Мен ол туралы жақсы пікірде болып едім. Сіз әлі де жұмыс жасап отырсыз ба? Өзіңіз еңбекқор екенсіз. Мен жай ғана өз жұмысымды жасап жатырмын. Давайте мен бүгін тағы да сізді үйіңізге дейін шығарып салайын. Как раз жолыңыз бір. Жоқ, рахмет. Мен өзім барамын. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Мама!
мен келдім. Қызым, келші тезірек, мен жағдайым нашарлап барады, жүрегім қысып барады жаным. Ой, қайда жүрсің қызым? Келіңіз, мен сізді ақырын жатқызайын. Жүрегім қатты ауырып барады, ой бармай. Шыдай тұрыңыз. Қазір мен скорый шақырамын. Ай, жүрегім ай. Жүрегім қысып барады. Жадыра Қалиева анасымен бірге тұрады. Анасы зейнеткер және денсаулығына байланысты далаға мүлдем шықпайды. Көп жылдар бойы Жадыра анасына қараумен болды. Сол себепті жеке өміріне көңіл бөле алмады. Оның құрбысы орналастырған жаңа жұмысында Жадыра өзінің бастығы Қайыржанға ғашық болып қалады. Бірақ ол еркектің аңқау әйелдің басын қатырып жүргені анықталады. Сонымен қатар Жадыраның анасының жағдайы нашарлап, жедел түрде ауруханаға жатқызып, қымбат дәрілер сатып алу керек болады. Қайыржан туралы естіген соң үйге көңілсіз оралғам. Бірақ мамамның приступ ұстағанын көріп, дәрігердің айтқандарын естіп, аспан айналып жерге түскендей болды. Енді тек сол проблемалар туралы ойлайтын болдым. Бірақ енді больница мен дәрілерге кететін ақшаны қайдан тамам? Миым жетпей тұр. Привет. Привет. Көңілсізсің ғой. Кеше мамамның жағдайы нашарлап, скорый шақырдым. Да ты что? Қалай жағдайы қазір? Кішкене жақсарып қалды, бірақ врач айтты, серьезно емдеу керек деп. Сен маған қарызға ақша бере тұрасың ба? Мамамды срочно больницаға жатқызуым керек. Бере тұрар едім. Бірақ мен кредит төлеуім керек. Өткенде жаңа телефон алып едім ғой. Сол үшін никак бере алмайм. Жақсы. Жадыра, қазір маған кіріп кетіңізші. Иә, қазір. Мен әлі договорларды бітірген жоқпын, біраздан соң әкелейінші. Мен ол договорлар туралы емес. Онда не үшін? Мен жаңа случайно Айсұлу екеуіңіздің әңгімелеріңізді естіп қалдым. Сіздің отбасыңызда бір қиындық туған сияқты. Бәрі нормально, өзім шешемін. Ол менің жұмысыма еш кедергі келтірмейді. Оған күмәнім жоқ. Бірақ сізге ақша керек сияқты. Қанша керек? Қазір. Керек емес, өзім бір амалын табамын. Ата-анаға қатысты болғанда бас тартуға болмайды. Бірақ мен... Алыңыз, мені ренжітпеңіз. Көп рахмет сізге. Мен анамды өмірге бұрында аттандырғам. Қазір оны көру үшін бәрін жасайтын едім. Сондықтан да Жадыраның жағдайын жақсы түсінемін. Ата-анадан еш нәрсені аяуға болмайды. Жадыраға көмектескенім өзімде жақсы болып қалдым. Бұл өзі күтпеген жағдай болды. Қайыржан просто так артық сұрақсыз қажетті ақшаны бере салды. Менің оған деген алғысым шексіз. Шынымды айтсам, Айсұлудан аламын деп ойлағанмын. Бірақ ол менен тіпті қанша керек деп те сұрамады. Кішкене бір түрлі болып қалды. Бірақ оны кінәлай алмаймын. Ол оның ақшасы ғой, өзі біледі. Обедке барасың ба? Иә, қазір. Жаңа ана мұңайып жүр едім, бірдемде бір сәтте көңілім көтеріп кетіпті ғой. Ақша таптың ба? Иә, маған Қайыржан берді. Қайыржан? Иә, ол случайно менің мамамның ауырып жатқанын естіп қалған. Содан кейін көмектесейін деп ойлапты.
Енді мамамның еміне ақша төлей алатын болдым. Молодец, Қайыржан. Иә, ну да, кеттік, обедшейік. Сен бара бер. Мен қазір барам артынан. Бір файлды жіберуді ұмытып кетіппін. Жақсы, күтем. Менің жолымды кеспеуі керек еді. Мен оны аяп жұмысқа кіргіздім. Ал ол болса, маған осылай алғысын білдіргені ме? Ештеңе емес. Өзім оған көмектестім. Өзім бәрін құртамын. Может, достан кейін жақсылықты бағалауды түсінетін шығар. Қалайсыңдар? Айтпақшы, жаңалықты естідіңдер ме? Қандай? Жаңа ғана естіп, тіпті не ойларымды білмей тұрмын. Жасырмай айтсаңшы, или офисте бірдеңе болып қалды ма? Ну я, өз-өзіме келе алмай тұрмын, әлі сенесіңдер ме? Блин, айтсаңшы енді тезірек. Жадыра бар ғой. Біздің шефпен төсектес болып қапты. Да, ну қойшы, мүмкін емес. Мүмкін. Точно, ол кеше ғана орналасты ғой жұмысқа. Ну вот именно, кеше ғана орналасты да, уақытты босқа өткізіп жүрген жоқ ол. Еще жатып қана қоймай, сол үшін ақша төлейді екен. Представляешь? Серьезно? Ол бар ғой. Еще өзі мақтанып айтып жүр маған. Бұрынғы жұмысынан уволить етіп жіберген ғой соны. Сол бекер емес екен. Бұрынғы жұмысында да бастығымен роман болған шығар. Иә, онда да біреудің семьясының арасына түскен ғой. Жарайды, мен кеттім обедке. Оны ұмытып қалды. Я в шоке. Жесть. Бұл қалай? Документтердің барлығы қайда? Жоқ, біреу бітсе, біреу басталады. Енді бәрі жақсы болады, мамамның еміне ақша табылды деп қуанайын десем, жұмыста мына бір түсініксіз жағдай пайда болды. Жұмыс файлдары белгісіз жоғалып кетті. Енді бәрін қайтадан жасауға тура келеді. Ай, үші әріптестерім маған бір түрлі қарайды. Как будто солардың бірдеңесін ұрлап алғандай. Білмеймін, мүмкін маған солай көрінетін шығар. Шаршаған шығармын. Ал файлдарды вирус кіріп өшіріліп кеткен шығар. Я кездесуді ауыстыруға болады. 18-не қалдырсақ қалай? Я, өте тамаша. Сіз тағы да кеш батқанша жұмыс істеп жатырсыз ба? Бүйтіп істей берсеңіз ауырып қаласыз ғой. Жоқ, міне как раз бітіріп қалдым. Сіз өте еңбекқор қызметкерсіз. Сізді марапаттауым керек. Рахмет сізге, онсыз да бүгін үлкен көмек көрсеттіңіз. Сізге қайта тағы да үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Жадыра, мен как раз ужин ішуге бір жатқам. Маған компания құрсаңыз қайтеді? Бір жағынан жобалар жайында сөйлесеміз. Егер жобалар жайында болса, жарайды, барайық. Жақсы. Рахмет. Оқасы жоқ. Кеттік. Рахмет. Бұл жер қалай сізге? Ұнады ма? Иә, әдемі. Вино ішесіз бе? Мен қызылын ішетін едім. Түсінбедім. Қайыржан, мұнда мені не үшін шақырдыңыз? Жұмыскерлерге демалыс керек. Мен ол туралы айтып тұрған жоқпын. Сіз жұмыс туралы сөйлесеміз деп едіңіз, ал енді келіп вино ішесің бе дейсіз? Жұмыс туралы ертеңге қалдырайық. Бұл жерде тамақты өте дәмді дайындайды. Сосын просто демал. Қайыржан, бұл дұрыс емес. Сен маған, Жадыра, қатты ұнайсың. Соның жаман ба? Иә, бұлай жасауға болмайды. Бұл әдептілікке жатпайды. Қалай сонда? Сіз үйленген адамсыз, әйеліңіз бар. Ал енді ресторанға басқа елде келіп отырсыз. Кешіріңіз, үйленгенмін?
Қызық. Сонда кімге? Күлмеңіз, мен серьезно айтып тұрмын. Мен 20 жасымда үйленгем. 1 жылдан кейін ажырасып кеттік. Содан бері мен махаббатқа өте абаймын. Демек, маған айтылған нәрсе рас емес болып шыққаны ма? Иә, сізге біреу қатты қалжыңдаған секілді ғой. Сен содан кейін ба маған біртүрлі болып жүргенің? Сен уайымдама. Мен сені алдамайым. Содан кейін сен менің мейрамханаға келіп тұрған ең бірінші әйелімсің. Салаттан алып отыр. Бұл кеш нағыз жігіт пен қыздың кездесу сияқты болды. Біз жұмыс туралы бірде-бір сөз қозғаған жоқпыз. Қайыржан үнемі қалжыңдасып, өте сүйкімді болып отырды. Сосын оның әйелі жоқ екенін білгеніме қатты қуандым. Денемнен бір тас түскендей болды. Не болса да ол маған ұнайды. Оны мен ештеңе істей алмаймын. Бірақ Айсұлудың неге өтірік айтқанын әлі түсіне алмай отырмын. Жадыра, сен соншама неге кешіктің, а? Жұмыста болдым, отырып қалдым. Сіздің қалыңыз қалай? Саған бәрібір, қалаған уақытында келесің. Иә. Мүмкін мен өліп қалған шығармын. Мама, олай айтпаңызшы. Сізге не болған? Күндіз көңіл күйіңіз жақсы еді. Қазір жаман болып отырсыз ғой? Енді қандай болайын? Қызым маған қарамаса, үйге жалғыз тастап кетсе? Мен сізді тастап кеткен жоқпын, сізді ұмытқан жоқпын. Бүгін бастығым маған ақша берді. Енді сізді ауруханаға емдеуге жатқыза аламын. Тағы да бастығың ба? Ол бастығың біресе сен үйге шығарып салады, біресе саған ақша береді. Сен осы бастығымен кездесіп жүрген жоқсың ба? Жоқ. Әзірге жоқ. Әзірге жоқ. Кездесетін ойың бар ғой. Міне. Баланы өсіресің, жеткізесің. Олар сен тастап кете береді. Мама, сізді тастап кетейін деп жатқан жоқпын ғой. Оны қайдан шығарып алдыңыз тағы? Сен қазір айтасың оны. Ол сөзді қазір айтып отырсың деймін. Егер күйеуге шығып кетсең, сен ертең бәрін ұмытып кетесің. Тастап кетесің. Шын айтам, олай болмайды. Мамамның басына ондай ойлар қайдан келген? Мен өмір бойы оған қарап келдім, қолымнан келгенше бәрін жасадым. Сондықтан да мен тұрмысқа шыққан жоқпын. Енді міне бір рет кездесуге барып едім. Сол үшін маған ренжиді. Мен қандай жағдай болмасын, мамамды тастап кетейін деген ойым жоқ. Бірақ менің жасым 35-те. Өзімді тірідей көмгім келмейді бұлай. Привет. О, привет. Сен маған неге алдында Қайыржан туралы өтірік айтқансың? Не айтып тұрсың сен маған? Ол үйленбеген екен ғой, әйелі жоқ екен. Кеше сұрап білдім. Сен соны айтып тұрсың ба? Білесің бе, мен сені уайымдадым. Қайыржан өте көрсе қызар еркек. Бүгін сенімен болса, ертең басқа біреумен болады деген сөз. Өтірік. Ол өте сыпайы жақсы жігіт. Демек кеше тағы жұмыстан тыс кездесіңдер ме? Тақырыптан ауытқыма. Білесің бе, сен өзің өкінетін боласың, ол бабник. Мені, мен саған не айттым? Көзің жетті ме? Жадыра Қалиева анасымен бірге тұрады. Көп жылдар бойы ол анасына қарап өзінің жеке өміріне уақыт бөле алмады. Құрбысы Айсұлу орналастырған жаңа жұмыс орнында Жадыра өз бастығына ғашық болып қалады. Бірақ Айсұлу бар күшімен құрбысының бақытына кедергі жасауға тырысады. Жадыраны бастығынан сенімсіз адам деп айнытпақшы болады. Мүмкін Айсұлудың айтқаны рас шығар. Қайыржан мен ойлағандай емес шығар. Мен тіпті енді не ойларымды да білмеймін. Мұндай жағдайға келгенде мен тәжірибем аз екен. Жасым үлкен болса да, мүмкін шынымен де мен аңқау шығармын. Қайыржанның маған деген серьезный ой болмаған да шығар. Ол көрікті еркек. Айналасындағы әйелдердің кез келгенін өзіне қарата алады. Ал мен кіммін? Мен просто кәрі қызбын.
осылай? Нормально. Неге суық жауап бердің? Қолым босамай жатыр. Мүмкін бүгін жұмыстан кейін ресторанға барамыз. Мен бара алмаймын. Саған не болған? Күндегі деймізсің ғой. Просто менімен ойнайтын адамдарды жек көрем. Кәне, басынан бастап айтпыш, кім сен менен жүрек? Мен соқыр емеспін ғой. Жаңағы красотка. Сізге жұмысқа орналасуға келмеген шығар? Ол менің қарындасым ғой. Қарындасыңыз? Ал мен ойладым. Олай ойлаған, жалғыз сіз емес. Көрдіңдер ме? Айттым ғой сендерге. Да, шеф бұрын осылай ешкімге көңіл бөлмеген. Міне, енді жайдан жай жүріп, премия алады. Ал біз болсақ осында бәленбай жыл жұмыс істеп жүріп, екі саусағымызды мұрнымызға тығамыз да отырамыз. Енді жетпеген осы еді. Мен бұл компанияда 3 жыл болып жұмыс істеп жүрген. Негізі бұл премия менікі болу керек қой. Үміттенбей ақ қой. Енді осы жердегі нөмір 1 жұмыскер ол Жадыра болады. Айтпады деме. Пипес, міне сендерге, пожалуйста. Оказывается, премияны көтеру үшін шефпен төсектес болу керек екен. Жұмыс істегеніне аз уақыт болыпты. Қара көрмін. Ой, оның кім екені белгілі. Біз сияқты адал адамдарға қиналып жұмыс істейміз. Ауыл болса 2 бүтін ашса болды. Бәрі дайын. Қаншама жылдар бойы жұмыс істеп келе жатырмын. Ешкім мен туралы жаман сөз айтпайтын. Ал мына жақта басқаша. Менің арқамнан сондай сөздер айтуға қалай ұялмайды? Мен немене солай айтатындай жаман қылық жасадым ба? Өз адресіңе ондай өсек естіген позор ғой. Енді түсіндім. Қайыржан екеумізден ештеңе шықпайды. Мен жұмыс орнында өз репутациямды құртқым келмейді. Аха, жақсы. Рахмет, мен ойланайын. Анаммен сөйлесіп алайын, содан кейін хабарласамын. Сау болыңыз. Мам, мен жақсы емхана туралы білдім. Ой, жаным, ой. Олар соларсыз емдей алады екен. Бас аяғыңызға дейін тексеріп, әрі қарай ем жасайды. Ой, айналайын, жақсы болды ғой. Айтпесе менің жағдайым тіпті күннен күнге нашарлап барады, жаным. Ай, жақында шыдамда таусылатын шығар. Ну, кішкене ғана қалды. Олар қазір запрос жібереді, сосын мен демалыс күні барып сөйлесемін, бағасын да, басқасын да біліп келем. Жарайды. Ал жұмысыншы? Ештеңе етпейді. Басқа жұмыс табамын. Келесі күні Жадыра Қайыржанмен жеке сөйлеспекші болады. Бұл кездесу барысында ол бастығымен арадағы қарым-қатынасқа нүкте қоюға оқталады. Мені біздің кәсіби қарым-қатынасымыз ғана қанағаттандырады. Сондықтан да одан әрі қарай аспай-ақ қойғанымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Мен түсінбеймін. Барлығы жақсы болып келе жатыр еді ғой. Аяқ астынан неге ойыңды өзгерттің? Мен өзімді ыңғайсыз сезінем. Міне жаңалық. Мен сізді ренжіткім келмейді. Бірақ осылай анықтап алғанымыз дұрыс болады деп шештім осы бастан. Иә, бәрін анықтадық. Қашан шығады анау? Кім? Да Жадыра. Жарты сағат болды отырғанына. Құжаттарға қол қойып берген. Не істеп жатыр екен олар? Жарты сағат? Жарты сағат. Кешіріңіз, маған сіздің қолыңыз керек еді. Келіңіз.
Қайыржан, білесіз бе, сіз өте жақсы адамсыз. Мен сізді сыйлаймын. Сондықтан да Жадыраны сізге істеп жүргеніне просто так көзім жұмып қарай алмаймын. Айсұлу, сен не туралы айтып тұрсың? Ол сіз ойлағандай адам емес. Ол елдің бәрін алдап, қарызға белшерінен батқан кезде тайып тұрады, ақшаны алады да. Сендер құрылар емессіңдер ме? Ол туралы не олай айтып тұрсың? Сол себепті мен сізге айтып тұрмын. Ол мені де алдады. Мамам ауырып жатыр деген соң мен оған ақша бергем. Сөйтсем ол ақшаны Европаға демалып келу үшін жинап жүр екен. Ол менен де ақша алған? Мені көрдіңіз бе? Демек ол сізді де алдағысы келген. Все, басқа ештеңе де емес. Рахмет. Мен мұндайды күтпеп едім. Жадыра маған әрқашан адал, ақылды әйел болып көрінетін. Сондықтан да мен оған көмектестім. Енді ол мені жай ғана пайдаланған. Осындай да болады екен. Ой, Жадыра, сені кеш келеді деп ойлап қалсам. Сен не істеп жүрсің мұнда? Мамаң алып жатыр емес пе? Мамаңның қал жағдайын сұрап шығайын деп кірдім. Бірақ саған бәрібір сияқты ғой. Қайыржан мен аман болып жүрсін себебі. Ештеңе жоқ арамызда. Мен бар күшіммен операцияға ақша жинап жатырмын. Сосын сенің мені жазғыратындай жөнің жоқ қой. Өз анаңды қарттар үйіне өткізіп жібермеп пе едің? Зато ол жақта қарау жақсы, тамағы тоқ. Сен сияқты жұмыс, біресе роман деп қараусыз қалып жатқан жоқ. Сен маған ештеңе үйретпек қой. Одан да өзіңе қарап ал. Рас па сол? Шаңды айтшы. Сен мені тастап кеттің келіп жүрме? Не айтып тұрсың, мам? Иә, Айсұлу маған бәрін айтты. Сен өзіңнің бастығыңмен мені тастап қашып кеттің келіп жүр екен ғой. Айсұлу, ол сізге не айтты? Ол маған бәрін айтты. Сен өзіңнің шебіңнің көңілдес екенсің. Әрине, мені қайтесің. Мен кәрімін, аурумын. Ол өтірік. Айсұлу сізге өтірік айтты. Мен сізді ешқашанда тастамаймын. Қанша болды оның келіп жүргеніне? Ол бірнеше рет келді маған. Мен үйде жалғызбын, ішім пысады. Ол маған келеді, біз әңгіме айтамыз екенбіз. Түсінікті оның қандай әңгіме айтатыны. Мама, мен сізді ешқашанда тастамаймын. Ол туралы уайымдамасаң да болады. Сіз менің жалғыз анамсыз. Жаным сол. Ешкімді тыңдамаңыз. Жүріңіз. Сізге тамақ жасап берейін. Мен бір нәрсе түсінейін деген сияқтымын. Сонда Айсұлу менің мамамның басын қатырып жүрген екен ғой. Оны маған қарсы қойған. Дәл солай жұмыста да менің алдымнан шалған. Егер осы рас болса, жұмыстағы коллегаларымның маған не үшін жаман қарайтыны түсінікті. Жадыра құрбысымен де қарым-қатынасын анықтап алмақшы болады. Сол себепті келесі күні жұмысқа бара салысымен Айсұлуды әңгімеге тартады. Ал, не айтайын дедің маған? Сен не білдіріп жүрсің? Неге барып мен мамама Қайыржан туралы айтқансың? Мен бір-екі рет кірген кезде сұрады. Сұраған соң айттым. Онда тұрған не бар екен? Жоқ, сен оны әдейі маған қарсы қойдың. Қойшы көкем, мен саған қаншама жақсылық жасадым, жұмысқа тұрғыздым. Ал сен маған не істедің? Маған істеген жақсылығың осы ма сенің? Сен тіпті мен жігітім тартып алдың ғой? Қандай жігіт? Сен не туралы айтып тұрсың? Қайыржан маған бұрыннан ұнайтын. Ал сен менің алдыма шығып алдың. Қайыржанның басы бос адам. Сосын ол саған тиесілі емес? Тура осы жерде бар ғой. Сен қатты қателестің. Жаралы жүректі емдеу үшін жаңа махаббат керек шығар. Солай шығар Айсұлу. Жадыра Қалиева анасымен бірге тұрады. Оның анасы Меңдіғаным апа біраз уақыттан бері зейнетке шыққан.
Сонымен қатар денсаулығына байланысты далаға шыға алмайды. Жадыра құрбысы Айсұлудың арқасында жұмысқа орналасады. Бой жеткен жаңа жұмыстағы бастығы Қайыржанды ұнатып қалады. Бірақ Айсұлудың Қайыржанға қатысты өз жоспары бар екен. Сондықтан да құрбысының жолын бөгіп, артынан жаман әңгімелер айтып, бастығының жүрегін өзі жаулап алуға тырысады. Кешіріңіз. Сен бірдеңе сұрайын деп келдің бе? Жоқ, ақшаңызды қайтарайын дегем. Иә. Ал шетелше? Әлде ойыңыздан айнып қалдыңыз ба? Қандай шетел? Сіз не туралы айтып тұрсыз? Сен туралы құрбың маған барлығын айтып берген. Ақша, демалыс, еркектерді қалай пайдаланатыныңды. Мен бірінші еркек емес шығармын саған алданып тұрған. Білесіз бе, Қайыржан? Бүкіл коллективті, менің анамды тіпті жақсы көретін жігітімді маған қарсы қойған әйел маған құрбы бола алмайды. Сонда ол өтірік айтты деген келе ме? Жоқ, ол олай айтты деп айтқым келмейді, бірақ факт солай көрсетіп тұр. Сіз білесіз бе, мына офисте мен туралы қандай өсек жүріп жатқан? Мен сені тек ақша үшін ғана Жадыра мен Қайыржанның арасындағы түсініспеушілік өз шешімін тауып, Айсұлу жұмыстан шығарылғаннан кейін ғашық жандардың сезіміне ешкім бөгет бола алмады. Жадыра анасының еміне ақша тауып толық төледі. Меңдағым апайдың денсаулығы жақсара түсті. Жадыраның өзі болса ұзақ жылдар бойы армандаған Ақбозатты ханзадасын жолықтырғандай бақыттан бас айналып жүрді. Біреуге ор қазба, өзің түсесің деген бар емес пе? Адам әрбір жаман іс-әрекеттер үшін ерте ме кеш пе жауап беретіні белгілі. Тек өзгеге жамандық тілемейтін, арын сақтайтын адамдар ғана бақытты өмір сүре алады. Не, аз уақыт болды. Қара көрмін. Ой, оның кім екені белгілі. Біз сияқты адал адамдарға қиналып жұмыс істейміз. Ауыл болса 2 бүтін ашса болды. Бәрі дайын. Қаншама жылдар бойы жұмыс істеп келе жатырмын. Ешкім мен туралы жаман сөз айтпайтын. Ал мына жақта басқаша. Менің арқамнан сондай сөздер айтуға қалай ұялмайды? Мен немене солай айтатындай жаман қылық жасадым ба? Өз адресіңе ондай өсек естіген позор ғой. Енді түсіндім. Қайыржан екеумізден ештеңе шықпайды. Мен жұмыс орнында өз репутациямды құртқым келмейді. Аха, жақсы. Рахмет, мен ойланайын. Анаммен сөйлесіп алайын, содан кейін хабарласамын. Сау болыңыз. Мам, мен жақсы емхана туралы білдім. Ой, жаным, ой. Олар сізді емдей алады екен. Бас аяғыңызға дейін тексеріп, әрі қарай ем жасайды. Ой, айналайын, жақсы болды ғой. Айтпесе менің жағдайым тіпті күннен күнге нашарлап барады, жаным. Жақында шыдамда таусылатын шығар. Кішкене ғана қалды. Олар қазір запрос жібереді, сосын мен демалыс күні барып сөйлесемін, бағасын да, басқасын да біліп келем. Жарайды. Ал жұмысыншы? Ештеңе етпейді, басқа жұмыс табамын.
Келесі күні Жадыра Қайыржанмен жеке сөйлеспекші болады. Бұл кездесу барысында ол бастығымен арадағы қарым-қатынасқа нүкте қоюға оқталады. Мені біздің кәсіби қарым-қатынасымыз ғана қанағаттандырады. Сондықтан да одан әрі қарай аспай-ақ қойғанымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Мен түсінбеймін. Барлығы жақсы болып келе жатыр еді ғой. Аяқ астынан неге ойыңды өзгерттің? Мен өзімді ыңғайсыз сезінем. Міне жаңалық. Мен сізді ренжіткім келмейді. Бірақ осылай анықтап алғанымыз дұрыс болады деп шештім осы бастан. Иә, бәрін анықтадық. Қашан шығады анау, а? Кім? Да Жадыра. Жарты сағат болды отырғанына. Құжаттарға қол қойып берген. Не істеп жатыр екен олар? Жарты сағат? Жарты сағат. Кешіріңіз, маған сіздің қолыңыз керек еді. Келіңіз. Қайыржан, білесіз бе, сіз өте жақсы адамсыз. Мен сізді сыйлаймын. Сондықтан да Жадыраны сізге істеп жүргеніне просто так көзім жұмып қарай алмаймын. Айсұлу, сен не туралы айтып тұрсың? Ол сіз ойлағандай адам емес. Ол елдің бәрін алдап, қарызға белшерінен батқан кезде тайып тұрады, ақшаны алады да. Сендер құрылар емессіңдер ме? Ол туралы не олай айтып тұрсың? Сол себепті мен сізге айтып тұрмын. Ол мені де алдады. Мамам ауырып жатыр деген соң мен оған ақша бергем. Сөйтсем ол ақшаны Европаға демалып келу үшін жинап жүр екен. Ол менен де ақша алған? Мені көрдіңіз бе? Демек ол сізді де алдағысы келген. Все, басқа ештеңе де емес. Рахмет. Мен мұндайды күтпеп едім. Жадыра маған әрқашан адал, ақылды әйел болып көрінетін. Сондықтан да мен оған көмектестім. Енді ол мені жай ғана пайдаланғаны ма? Осындай да болады екен. Ой, Жадыра, сені кеш келеді деп ойлап қалсам. Сен не істеп жүрсің мұнда? Мамаң алып жатыр емес пе? Мамаңның қал жағдайын сұрап шығайын деп кірдім. Бірақ саған бәрібір сияқты ғой. Қайыржанмен роман болып жүрсің себебі. Ештеңе жоқ арамызда. Мен бар күшіммен операцияға ақша жинап жатырмын. Сосын сенің мені жазғыратындай жөнің жоқ қой. Өз анаңды қарттар үйіне өткізіп жібермеп пе едің? Зато ол жақта қарау жақсы, тамағы тоқ. Сен сияқты жұмыс, біресе роман деп қараусыз қалып жатқан жоқ. Сен маған ештеңе үйретпек қой. Одан да өзіңе қарап ал. Рас па сол? Шаңды айтшы. Сен мені тастап кеттің келіп жүрме? Не айтып тұрсың, мам? Иә, Айсұлу маған бәрін айтты. Сен өзіңнің бастығыңмен мені тастап қашып кеттің келіп жүр екен ғой. Айсұлу, ол сізге не айтты? Ол маған бәрін айтты. Сен өзіңнің шебіңнің көңілдес екенсің. Әрине, мені қайтесің. Мен кәрімін, аурумын. Ол өтірік. Айсұлу сізге өтірік айтты. Мен сізді ешқашанда тастамаймын. Қанша болды оның келіп жүргеніне? Ол бірнеше рет келді маған. Мен үйде жалғызбын, ішім пысады. Ол маған келеді, біз әңгіме айтамыз екенбіз. Түсінікті оның қандай әңгіме айтатыны. Мама, мен сізді ешқашанда тастамаймын. Ол туралы уайымдамасаң да болады.
Сіз менің жалғыз анамсыз. Жаным сол. Ешкімді тыңдамаңыз. Жүр. Кешіріңіз, үйленгенмін? Қызық. Сонда кімге? Күлмеңіз, мен серьезно айтып тұрмын. Мен 20 жасымда үйленгем. 1 жылдан кейін ажырасып кеттік. Содан бері мен махаббатқа өте абаймын. Демек, маған айтылған нәрсе рас емес болып шыққаны ма? Иә, сізге біреу қатты қалжыңдаған секілді ғой. Сен содан кейін ба маған біртүрлі болып жүргенің? Сен уайымдама. Мен сені алдамайым. Содан кейін сен менің мейрамханаға келіп тұрған ең бірінші әйелімсің. Салаттан алып отыр. Бұл кеш нағыз жігіт пен қыздың кездесуі сияқты болды. Біз жұмыс туралы бірде-бір сөз қозғаған жоқпыз. Қайыржан үнемі қалжыңдасып, өте сүйкімді болып отырды. Сосын оның әйелі жоқ екенін білгеніме қатты қуандым. Денемнен бір тас түскендей болды. Не болса да ол маған ұнайды. Оны мен ештеңе істей алмаймын. Бірақ Айсұлудың неге өтірік айтқанын әлі түсіне алмай отырмын. Жадыра, сен соншама неге кешіктің, а? Жұмыста болдым, отырып қалдым. Сіздің қалыңыз қалай? Саған бәрібір, қалаған уақытында келесің. Иә. Мүмкін мен өліп қалған шығармын. Мама, олай айтпаңызшы. Сізге не болған? Күндіз көңіл күйіңіз жақсы еді. Қазір жаман болып отырсыз ғой? Енді қандай болайын? Қызым маған қарамаса, үйге жалғыз тастап кетсе? Мен сізді тастап кеткен жоқпын, сізді ұмытқан жоқпын. Бүгін бастығым маған ақша берді. Енді сізді ауруханаға емдеуге жатқыза аламын. Тағы да бастығың ба? Ол бастығың біресе сен үйге шығарып салады, біресе саған ақша береді. Сен осы бастығымен кездесіп жүрген жоқсың ба? Жоқ. Әзірге жоқ. Әзірге жоқ. Кездесетін ойың бар ғой. Міне. Баланы өсіресің, жеткізесің. Олар сен тастап кете береді. Мама, сізді тастап кетейін деп жатқан жоқпын ғой. Оны қайдан шығарып алдыңыз тағы? Сен қазір айтасың оны. Ол сөзді қазір айтып отырсың деймін. Егер күйеуге шығып кетсең, сен ертең бәрін ұмытып кетесің. Тастап кетесің. Шын айтам, олай болмайды. Мамамның басына ондай ойлар қайдан келген? Мен өмір бойы оған қарап келдім, қолымнан келгенше бәрін жасадым. Сондықтан да мен тұрмысқа шыққан жоқпын. Енді міне бір рет кездесуге барып едім. Сол үшін маған ренжиді. Мен қандай жағдай болмасын, мамамды тастап кетейін деген ойым жоқ. Бірақ менің жасым 35-те. Өзімді тірідей көмгім келмейді бұлай. Привет. О, привет. Сен маған неге алдында Қайыржан туралы өтірік айтқансың? Не айтып тұрсың сен маған? Ол үйленбеген екен ғой, әйелі жоқ екен. Кеше сұрап білдім. Сен соны айтып тұрсың ба? Білесің бе, мен сені уайымдадым. Қайыржан өте көрсе қызар еркек. Бүгін сенімен болса, ертең басқа біреумен болады деген сөз. Өтірік. Ол өте сыпайы жақсы жігіт. Демек кеше тағы жұмыстан тыс кездесіңдер ме? Тақырыптан ауытқыма. Білесің бе, сен өзің өкінетін боласың, ол бабник. Мені, мен саған не айттым? Көзің жетті ме? Жадыра Қалиева анасымен бірге тұрады. Көп жылдар бойы ол анасына қарап өзінің жеке өміріне уақыт бөле алмады. Құрбысы Айсұлу орналастырған жаңа жұмыс орнында Жадыра өз бастығына ғашық болып қалады. Бірақ Айсұлу бар күшімен құрбысының бақытына кедергі жасауға тырысады. Жадыраны бастығынан сенімсіз адам деп айнытпақшы болады. Мүмкін Айсұлудың айтқаны рас шығар. Қайыржан мен ойлағандай емес шығар. Мен тіпті енді не ойларымды да білмеймін. Мұндай жағдайға келгенде мен тәжірибем аз екен. Жасым үлкен болса да, мүмкін шынымен де мен аңқау шығармын. Қайыржанның маған деген серьезный ой болмаған да шығар.
Ол көрікті еркек. Айналасындағы әйелдердің кез келгенін өзіне қарата алады. Ал мен кіммін? Мен просто кәрі қызбын. Жұмыстай. Нормально. Неге суық жауап бердің? Қолым босамай жатыр. Мүмкін бүгін жұмыстан кейін ресторанға барамыз. Мен бара алмаймын. Саған не болған? Күндегі деймізсің ғой. Просто менімен ойнайтын адамдарды жек көрем. Кәне, басынан бастап айтпаш, кім сенімен жүрек? Мен соқыр емеспін ғой. Жаңағы красотка. Сізге жұмысқа орналасуға келмеген шығар? Ол менің қарындасым ғой. Қарындасыңыз? Ал мен ойладым. Олай ойлаған, жалғыз сіз емес. Көрдіңдер ме? Айттым ғой сендерге. Да, шеф бұрын осылай ешкімге көңіл бөлмеген. Міне, енді жайдан жай жүріп, премия алады. Ал біз болсақ осында бәленбай жыл жұмыс істеп жүріп, екі саусағымызды мұрнымызға тығамыз да отырамыз. Енді жетпеген осы еді. Мен бұл компанияда 3 жыл болып жұмыс істеп жүрген. Негізі бұл премия менікі болу керек қой. Үміттенбей-ақ қой. Енді осы жердегі нөмір 1 жұмыскер ол Жадыра болады. Айтпады деме. Пипес, міне сендерге, пожалуйста. Оказывается, премияны көтеру үшін шефпен төсектес болу керек екен. Жұмыс істеген. Мен ол доғырлар туралы емес. Онда не үшін? Мен жаңа случайно Айсұлу екеуіңіздің әңгімелеріңізді естіп қалдым. Сіздің отбасыңызда бір қиындық туған сияқты. Бәрі нормально, өзім шешемін. Ол менің жұмысыма еш кедергі келтірмейді. Оған күмәнім жоқ. Бірақ сізге ақша керек сияқты. Қанша керек? Қазір. О, керек емес, өзім бір амалын табамын. Ата-анаға қатысты болғанда бас тартуға болмайды. Бірақ мен... Алыңыз, мені ренжітпеңіз. Көп рахмет сізге. Мен анамды өмірге бұрында аттандырғам. Қазір оны көру үшін бәрін жасайтын едім. Сондықтан да Жадыраның жағдайын жақсы түсінемін. Ата-анадан еш нәрсені аяуға болмайды. Жадыраға көмектескенім өзімде жақсы болып қалдым. Бұл өзі күтпеген жағдай болды. Қайыржан просто так артық сұрақсыз қажетті ақшаны бере салды. Менің оған деген алғысым шексіз. Шынымды айтсам, Айсұлудан аламын деп ойлағанмын. Бірақ ол менен тіпті қанша керек деп те сұрамады. Кішкене бір түрлі болып қалды. Бірақ оны кінәлай алмаймын. Ол оның ақшасы ғой, өзі біледі. Обедке барасың ба? Иә, қазір. Жаңағына мұңайып жүр едім, бірдемде бір сәтте көңілін көтеріп кетіпті ғой. Ақша таптың ба? Иә, маған Қайыржан берді. Қайыржан? Иә, ол случайно менің мамамның ауырып жатқанын естіп қалған. Содан кейін көмектесейін деп ойлапты. Енді мамамның еміне ақша төлей алатын болдым. Молодец, Қайыржан. Иә, ну да, кеттік, обедшейік. Сен бара бер. Мен қазір барам артынан. Бір файлды жіберуді ұмытып кетіппін. Жақсы, күтем. Менің жолымды кеспеу керек еді. Мен оны аяп жұмысқа кіргіздім. Ал ол болса, маған осылай алғысын білдіргеніме? Ештеңе емес. Өзім оған көмектестім. Өзім бәрін құртамын. Может, осыдан кейін жақсылықты бағалауды түсінетін шығар. Қалайсыңдар? Айтпақшы, жаңалықты естідіңдер ме? Қандай? Жаңа ғана естіп, тіпті не ойларымды білмей тұрмын. Жасырмай айтсақшы, или офисте бірдеңе болып қалды ма? Ну я, өз-өзіме келе алмай тұрмын, әлі сенесіңдер ме? Блин, айтсаңшы енді тезірек. Жадыра бар ғой? Біздің шефпен төсектес болып қапты. Да, ну қойшы, мүмкін емес. Мүмкін? Точно, ол кеше ғана орналасты ғой жұмысқа.
Ну вот именно кеше ғана орналасса да уақытты босқа өткізіп жүрген жоқ ол. Еще жатып қана қоймай, сол үшін ақша төлейді екен. Представляешь? Серьезно? Ол бар ғой. Еще өзі мақтанып айтып жүр маған. Бұрынғы жұмысынан уволить етіп жіберген ғой соны. Сол бекер емес екен. Бұрынғы жұмысында да бастығымен роман болған шығар. Иә, онда да біреудің семьясының арасына түскен ғой. Жарайды, мен кеттім обедке. Оны ұмытып қалды. Я в шоке. Жесть. Бұл қалай? Документтердің барлығы қайда? Жоқ, біреу бітсе, біреу басталады. Енді бәрі жақсы болады, мамамның еміне ақша табылды деп қуанайын десем, жұмыста мына бір түсініксіз жағдай пайда болды. Жұмыс файлдары белгісіз жоғалып кетті. Енді бәрін қайтадан жасауға тура келеді. Ай, үші әріптестерім маған бір түрлі қарайды. Как будто солардың бірдеңесін ұрлап алғандай. Білмеймін, мүмкін маған солай көрінетін шығар. Шаршаған шығармын. Ал файлдарды вирус кіріп өшіріліп кеткен шығар. Я кездесуді ауыстыруға болады. 18-не қалдырсақ қалай? Я, өте тамаша. Сіз тағы да кеш батқанша жұмыс істеп жатырсыз ба? Бүйтіп істей берсеңіз ауырып қаласыз ғой. Жоқ, міне как раз бітіріп қалдым. Сіз өте еңбекқор қызметкерсіз. Сізді марапаттауым керек. Рахмет сізге, онсыз да бүгін үлкен көмек көрсеттіңіз. Сізге қайта тағы да үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Жадыра, мен как раз ужин ішуге бір жатқам. Маған компания құрсаңыз қайтеді? Бір жағынан жобалар жайында сөйлесеміз. Егер жобалар жайында болса, жарайды, барайық. Жақсы. Рахмет. Оқасы жоқ. Кеттік. Рахмет. Бұл жер қалай сізге? Ұнады ма? Иә, әдемі. Вино ішесіз бе? Мен қызылын ішетін едім. Түсінбедім. Қайыржан, мұнда мені не үшін шақырдыңыз? Жұмыскерлерге демалыс керек. Мен ол туралы айтып тұрған жоқпын. Сіз жұмыс туралы сөйлесеміз деп едіңіз, ал енді келіп вино ішесің бе дейсіз? Жұмыс туралы ертеңге қалдырайық. Бұл жерде тамақты өте дәмді дайындайды. Сосын просто демал. Қайыржан, бұл дұрыс емес. Сен маған, Жадыра, қатты ұнайсың. Соның жаман ба? Иә, бұлай жасауға болмайды. Бұл әдептілікке жатпайды. Қалай сонда? Сіз үйленген адамсыз, әйеліңіз бар. Ал енді ресторанға басқа елде келіп отырсыз. Қалайсың? Қызым-ай, жағдайым нашар. Мен тіпті бүгін өліп қалам ба деп ойладым. О, не дегенің? Олай айтпашы, мама. Тіпті мен бар ғой, бұрғыдан да қатты ауырдым. Аяғым баспай жүре алмаймын. Жүрегім қатты ауырып отыр. Мама, жыламашы. Мен жақсы жұмыс таптым. Айлығы да жақсы. Енді мен сізге қымбат дәрілер алып бере аламын. Жақсы дәрігерге қарата аламын. Бізде бәрі жақсы болады. Тек жыламашы. Бірінші күннен бастап Жадыра жұмысқа бар ынтасымен араласады. Оның алдында еңбек еткен әйел біраз жұмыстарды аяқсыз қалдырған екен. Сондықтан да Жадыраға кеңседе кешке дейін қалуына тура келеді. Байқайым, сіз өте ынталы екенсіз. Молодец. Рахмет, алдында істеп кеткен қызметші қыз көп жұмыстарын аяқтамай кетіпті. Соны тезірек бітіріп тастайын деген ғой. Жарайды, уже кеш болды. Жүріңіз, мен сізді үйіңізге апарып тастайын. Жоқ, рахмет, мен өзім автобуспен барамын. Қайдағы автобус? Аялдамада тоңып қаласыз. Біз бұндай бағалы кадрларды тастап кете алмаймыз. Жүріңіз. Ну, жарайды. Рахмет. Қазір жұмысымды аяқтап тастайсың. Мен ешқашан да бір көргеннен ғашық болады деп ойламаппын. Оказывается, біздің ортаға әңгімеміз көп екен. Бірдей фильм, бірдей кітап оқиды екенбіз.
Кайыржанның өте жақсы адам екені көрініп тұр. Өзіне қатты тартады адамды. Шыны керек, Айсұлудың ол туралы айтқанын түсінбедім. Нені меңзеді екен? Мен сені танымай тұрмын прям. Гүлден кепсің ғой, құлпыр. Қош, саған солай көрінген шығар. Бұрын қандай болсам, қазір де сондаймын ғой. Қош, бүгін өзгешесің. Саған не болды, айтшы? Жай ештеңе, сол кешке дейін жұмыс істегем, содан кейін Қайыржан мені үйге апарып тастады. Қайыржан? Шыныңды айтшы. Сен соған ғашық болып қалған жоқсың ба? Не сұрақ қойып тұрсың? Үйге шығарып тастағанда тұрған не бар екен? Жадыра, сен шынымен де осындай аңқаусың ба? Жоқ әлде бәрін түк білмегенде әдейі істейсің ба? Айсұлу, меніңше сен барлық нәрсеге слишком серьезно қарайсың. Между прочим, Қайыржанның әйелі бар. Қалай әйелі бар? Қолында сақина жоқ қой. Вот именно. Қандай тәртіпті еркек бөтен әйелден сақинасын тағады, айтшы. Еще түн ішінде үйіне дейін шығарып салады. Өзің ойланшы. Мәне жаңалық. Мен Қайыржанды үйленген деп ойламаппын. Ол өзін сондай еркін ұстайды ғой. Соған қарағанда мен еркектерді аса жақсы білмеймін ау деймін. Сыртта басқа елдермен көңіл көтергені жаман емес пе? Еще бізді алдап. Еркектік емес ол. Мен ол туралы жақсы пікірде болып едім. Сіз әлі де жұмыс жасап отырсыз ба? Өзіңіз еңбек қор екенсіз. Мен жай ғана өз жұмысымды жасап жатырмын. Давайте мен бүгін тағы да сізді үйіңізге дейін шығарып салайын. Как раз жолыңыз бір. Жоқ, рахмет. Мен өзім барам. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Мама, мен келдім. Қызым, келші тезірек, мен жағдайым нашарлап барады, жүрегім қысып барады жаным. Ой, қайда жүрсің қызым? Келіңіз, мен сізді ақырын жатқызайын. Жүрегім қатты ауырып барады, ой бармай. Шыдай тұрыңыз. Қазір мен скорый шақырамын. Ай, жүрегім ай. Жүрегім қысып барады. Жадыра Қалиева анасымен бірге тұрады. Анасы зейнеткер және денсаулығына байланысты далаға мүлдем шықпайды. Көп жылдар бойы Жадыра анасына қараумен болды. Сол себепті жеке өміріне көңіл бөле алмады. Оның құрбысы орналастырған жаңа жұмысында Жадыра өзінің бастығы Қайыржанға ғашық болып қалады. Бірақ ол еркектің аңқау әйелдің басын қатырып жүргені анықталады. Сонымен қатар Жадыраның анасының жағдайы нашарлап, жедел түрде ауруханаға жатқызып, қымбат дәрілер сатып алу керек болады. Қайыржан туралы естіген соң үйге көңілсіз оралғам. Бірақ мамамның приступ ұстағанын көріп, дәрігердің айтқандарын естіп, аспан айналып жерге түскендей болды. Енді тек сол проблемалар туралы ойлайтын болдым. Бірақ енді больница мен дәрілерге кететін ақшаны қайдан тамам? Миым жетпей тұр. Привет. Привет. Көңілсізсің ғой. Кеше мамамның жағдайы нашарлап, скорый шақырдым. Да ты что? Қалай жағдайы қазір? Кішкене жақсарып қалды, бірақ врач айтты, серьезно емдеу керек деп. Сен маған қарызға ақша бере тұрасың ба? Мамамды срочно больницаға жатқызуым керек. Бере тұрар едім. Бірақ мен кредит төлеуім керек. Өткенде жаңа телефон алып едім ғой. Сол үшін никак бере алмаймын. Жақсы. Жадыра, қазір маған кіріп кетіңізші. Иә, қазір.
Мен әлі договорларды бітірген жоқпын, біраздан соң әкелейінші. Кейде бұл өмірде жалғыз қалғандай боласың. Өмірлік серігіңді еш уақытта жолықтырмайтындай сезімде боласың. Біреулерге Құдай бақыт бере салады. Енді біреулердің өмірі азапқа толы болатын емес. Бақытқа лайық екеніңді қалай дәлелдейсің? Қайтсем бар қиындықты жеңіп, махаббат сезіміне бөлінеді. Бұл мүмкін бе? Әр әйел затының әйел бақытына құқы бар емес пе? Тек әркімнің оған барар жолы әрқилы. Жадыра Қалиева анасымен бірге тұрады. Оның анасы Меңдағым апа денсаулығына байланысты біраз уақыт бұрын зейнетке шыққан. Күні бойы үйден шықпай 4 қабырғада қамалып отырады. Көп жылдар бойы Жадыра анасына қарап келді. Сондықтан да жеке өміріне уақыт бөле алмады. Онсыз да жағдайы мәз емес бой жеткенді жақында жұмыстан да қысқартады. Жаңа жұмыс табамын деп тырысқан Жадыраның жолы болмайды. Бірақ оған мектептегі құрбысы Айсұлу көмекке келеді. Маман қалай? Сол бұрынғыдай ауырып жатыр. Енді не істерімді білмеймін. Не істерін білмеген несі не болды? Сол бізді жұмыстан қысқартып жіберді. Мен болсам жұмыс таба алмай жатырмын. Ал мамама болса дәрілер сатып алу керек. Осы біздің жұмыста бір орын босады. Бірақ оған адам алдым, алмадым әлі білмеймін. Сен сонда да барып көресің бе? Шын ба? Қандай жұмыс? Бухгалтердің көмекшісі. Сен сондай бұрын істемеп пе едің, білесің ғой? Иә. Ой, Айсұлу, көп рахмет, сен мені құтқардың. Жарайды, ештеңе емес. Біз подруга емеспіз бе? Мен саған қазір телефон берейін. Сен өзің хабарласып көрерсің. Жақсы. Жақсы, сау бол. Хабарласам жарайды. Рахмет саған. Мен уже жұмыс табудан үмітімді үзе бастағанмын. Қаншама фирмаларды аралап шықтым. Мамам ауырып жатыр, ал мен оған көмектесе алмаймын. Жалғыз өзіме қиын. Ағаларым немесе әпкелерім болғанда ғой. Енді амал жоқ, өзім жалғыз. Өз күшіммен бірдеңе қылармын. Бірақ мен бәрібір жасымаймын, мойымаймын. Мақсатына жетпей қоймайтын адамдар ғана жетістікке жете алады. Сәлеметсіз бе? Кіруге бола ма? Сәлеметсіз бе? Отырыңыз. Мінекей, менің резюмем. Резюмең жақсы. Тәжірибең де бар екен. Мен ондай адамдарды бағалаймын. Ал бұрынғы жұмысыңыздан не үшін шығып кеттіңіз? Қысқарту болды, сол үшін. Иә, ондайлар болып тұрады. Олар үлкен қателік жасаған секілді. Ал біздің компанияны қалай таптыңыз? Менің осында құрбым жұмыс істейді. Сол айтқан бір бос орын бар деп. Ол орын бос емес. Ол орынға енді сізді аламыз. Как раз бізге тәжірибелі қызметкерлер қажет болып тұр. Сіз өкінбейсіз. Жұмысқа бүгіннен бастап кірісе беруіңізге болады. Жақсы, рахмет. Сонымен, бірінші жұмыс күні қалай? Ұнады ма? Шынымды айтсам, мен қатты қобалжыдым. Бірақ мұндағы адамдардың барлығы жылы жүзді, ақ көңіл адамдар екен. Коллективте жаман емес, мен саған айттым ғой. Қайыржан да жақсы адам екен. Қайыржан өте сымбатты жігіт. Сіздермен отырсам болады ма? Әрине отырыңыз. Сізге қалай? Біздің фирма ұнады ма? Өте қатты ұнады, атмосферасы да өте керемет екен. Мен қуаныштымын.
Сіздердің фирмаларыңызға келгеніме қуаныштымын. Менің негізі жолым болды. О не дегеніңіз, керісінше біздің фирманың жолы болды, сізде қызметші келгеніне. Мен өзімді артық адамдай сезініп қалдым олардың қасында. Не болып кетті өз? Маған Қайыржан бұрыннан ұнайтын. Ол кез келген адам қызығатындай өте сымбатты еркек. Жадыра келмей тұрғанда, ол маған көп көңіл бөлетін. Енді Жадыра пайда болып еді, Қайыржанның бар аңсары соған ауып кетті. Сонда менің бар талпынысымның Маған компания болғандарыңа рахмет. Мен жұмыстарым бар дегендей. Сендерге сәтті күн тілеймін. Рахмет, сізге де күн сәтті болсын. Тағы да көрсеміз. Сен не туралы айтып тұрсың? шеф туралы айтам. Басыңа мүлдем шығарып таста. Оны ойлап отырған мен жоқ. Көріп тұрмын ғой оның саған қалай ырбыңдап тұрған, Жадыра. Сендерден бірақ ештеңе шықпайды бәрібір. Неге? Себебі оның басы бос емес. Сондықтан да бөтен еркекке бас қатырмай қой. Басымды қатырайын деп тұрған мен де жоқ. Жадыра, Мама,